Жарай балам, мен саған қойдың жүнінен шұлық тоқып қойдым, киіп алшы. Әже, мен бұл жүннәскиді кимеймін, өйткені қазір ешкім жүннәскиді кимейді. Сен неге кимейсің бұл нәскиді? Бұның қандай жақсы қасиеті бар екенін білесің бе қойдың жүнінен? Бұл өте жылылыққа жақсы, ауырмайсың. Әже, оның қандай қасиеттері бар? Мұғалім маған бұның жүннің пайдасы туралы деректер жинасын деген. Денсаулыққа өте пайдалы балам, мұнды тыңда, әрі жылы, өзі жіңішке қып ұшыққа салып иіріп тоқимыз. Бұның жеңілдігі басқа жүндерден гөрі жеңіл болады. Әрі адамның денсаулығына өте пайдалы, қан қысымына, аяқтар сынып қалса мысалы, сонда мына шұлықты кигізіп қоятын болды, сонда жарық сынған жер тез жазылады. Адамды тыныштандырады, аяқ киімнің ішіне ұлтарақ салу керек, сыз өтпейді, суық өтпейді. Сол себептен біздің ата-бабаларымыз өмір жастары ұзақ болғаны сол мына жүннен киіп алады. Денсаулығына жақсы себеп. Сендер қазір кезде кигілерін келмейді оны біле жүргендерің жақсы. Бұл қой өнімінің жүнінің керемет адамның денсаулығына қатты пайдасы бар. Біле жүріңдер. Рахмет, әже, енді бұл жүннәскиді киетін болам. Түсіндің бе енді? Аяғынан тастамай киіп жүр, аяғың жылы жүр. Сонда сен тоңбайсың, ауырмайсың. Бұл жүннің қасиеті жаңа туған бала, шала туған балаларды осыдан тоқылған тоқымаға орақ қойған. Өйткені ол баланың денсаулығы тез жақсарып, толыстап, денесіне ет жинап, жақсы болып өседі. Сол жылы болады, ішіне суық тимейді. Соны біле жүргендерің дұрыс. Рахмет, әже, енді киетін болам.